өзіме ұнады. Шерхан, сіз бірінші кездесуде қыздың сыртқы келбетінен не нәрсеге мән аударасыз? Мен любой жігітте бар шығар андай. Бір нәрсе ұнамай қалса ол тартылып қалады. Ол не нәрсе болуы мүмкін ұнамай қалатын? Иіс болуы мүмкін. Өзіне қарамайтын қыздар ғой, короче. Сондай болады. Бірден байқап қойсақ, өзі бірден тартылып қалады. Өзі бар еді. Сізде сондай, е? Қайсы Салтан? Салтанат, сіз бірінші кездесуде жігіттің сыртқы келбетінен не нәрсеге мән аударасыз? Бицепс? Тағы? Болды ма? Сол болса болды ма? Шерхан, қалайсыз? Өзіңіз қалайсыз? Бүкіл инста сіз жайлы шулап отыр. Не өсек, не жайлы айта беріңдер. Бір сұхбат бергеніңіз бар еді. Күшті. Көрдіңіз ба комментарийларды? Комментарийларды көрмедім, бірақ видеоны өзім көрдім, е. Ұнады ма? Қалайсыз? Жақсы. Жанбек, сіз бірінші кездесуде қыздың бет әлпетінен не нәрсеге мән аударасыз? Мен тырнақтарына қараймын. Тырнақтарына? Тырнағына қараймын. Өзіңіздің тырнағыңыз көрсетіңізші. Сәл пәл андай неухоженный ғой. Онда қалай қарайсыз? Сол ғой, жаман қасиетін сол болып тұрмын. Тырнағына қараймын, қатты ұзын болса кішкене деймін. Ал фигурасына қарайсыз ба? Болады ондай. Болады ма? Өзімдікі болады. Ақша ма? Иә? Ақша бөліп санайсыңдар ма? Ал, жоқ, андай да. Танысып басталасап. Арамыз андай әңгіме кетті да. Былай, екі жастың ортасынан шығып қалдың ғой. Осылай тұрайық, иә. Енді былай тұрайық. Аяу, екі жастың ортасынан шығып қалдың. Андай сұрақ болды да, егер кездесуде, жалпы кейін болашақта болмаса ақша кім төлеу керек деген сияқты ғой. Негізі қыз ұл болып жүрген кезде ол бала ақшаны көтеру керек. Семейный болғанда 30-ға келіп тоқ шығады демеңіздер енді, бірақ сондай болады енді арасында. Ер азамат болғаннан сондай қарайтын шығар. Бірақ ең басты адамгершілігі несі ғой, шынайылығы сондай. Мысалы, түрі әдемі, денесі әдемі, бәрі күшті да, бірақ мінезі сәл қырсықтау. Егер сәл болса нормально, егер сәл емес болса онда қиын болады. Сәл болса болады. Шыдауға болады, иә? Шыдайсың ғой енді. ақша общий болады деген. Кейбір жағдайда постоянно ақша бола бермейді, кейбір жағдайда ақша болмай қалған кезде қалай болады? Общий болғанда, енді шыңсы айтып тұр ғой, енді менің де ақшам общий болады, оның да ақшасы не болады, бірге болады деген сияқты. Мен онымен келіспеймін. Қыздың ақшасы қыздікі, ұлдың ақшасы общий болады. Өйткені ұлдікі берекелі болады қыздікінен қарағанда. Ол 1000 теңге табатын болса да, ол берекелі болады. Ол 1000 теңгені жеткізе алмайсың ғой. Жоқ, егер ұл табатын болса, ол берекелі болса жетеді ол. Сол сияқты ғой.